Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен пиццаға арналған соус жасайтын боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Міне осындай керемет, дәмі тіл үйіретін, хош иісті пиццаға арналған соус жасайтын боламын. Қыстыгүні таптырмайтын өте керемет дәмді соус. Осындай керемет қою болып шығады. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы менің рецептім бойынша жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Мені көріп отырсыздар, түсі де өте керемет. Енді алдын ала керекті заттардың бәрін жуып тазалап аламын. Мінекей қызыл болгар бұрышы, пияз, қызанақ керек болады, сарымсақ, ашты бұрыш, паприка, орегано, қара бұрыш, уксус керек болады, тұз және сұйық май керек болады. Барлық заттардың бәрін жақсылап жуып тазалап, осылай турап алдым. Енді маған блендер керек болады. Осы блендердің көмегімен қызанақты, болгар бұрышын, пиязды жақсылап өткізіп аламын. Сарымсақты бірінші өткізіп алсаңыздар да болады. Міне блендердің көмегімен жақсылап осылай майдалап өткізіп аламын. Блендерларыңыз жоқ болса, мясорубкамен өткізсеңіздер де болады. Мінекей осылай майдалап өткіздім. Енді барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамын. Сарымсақты бөлек өткізіп қоямын. Оны аяқ жағында қосамын. Дәмдеуіштермен бірге қосатын боламын. Мінекей сарымсағымды бөлек өткіземін. Мені осылай ұсақтап өткізіп қойып қоямын. Бұны қызанақ пен болгар бұрышына қоспаймын. Мінекей қызанақ пен болгар бұрышын отқа қойып қайнатамын. Жақсылап араластырып қоямын. Көбігі осылай шығады. Көбігін алудың қажеті жоқ. Осылай араластырып қозғап отырамын. Қызанағым міне қайнап шықты. Осы қайнағаннан бастап уақытты белгілеймін. 45 минут қайнатамын. Көбігін алудың қажеті жоқ. Өстіп қайнаған сайын араластырып отырсаңыздар, өзі кетіп қалады. Мінекей көбігі кетті қайнаған сайын. Көріп отырғандарыңыздай менің қызанағым 45 минут қайнаған кезде мінекей төмен түсті. «45 минут қайнап болғаннан кейін шекерімді салдым.
Сарымсақты салдым, ұсақтап турап алған. Екі ас қасық тұз салдым. Сұйық май құйдым. Рецептің толық құрамын описание бөліміне қалдыратын боламын. Жарты шай қасық қара бұрыш қостым. Орегано бір пашкасын қостым. Бұның орнына прованские травыды қоссаңыздар болады. Паприка қосамын. Енді осылардың бәрін қосып болған соң, жақсылап араластырып аламын. Жақсылап араластырып, қайнағанын күтемін. Қараңыздаршы, түсі қалай болып өзгерді. Өте әдемі болды түсі. Міне соусым қайнап шықты. Мінекей соус дайын болуға жақын. Қараңыздаршы, түсі қандай әдемі керемет болып шықты. Иісі өте керемет, бөлмені хош иіс алып тұр. Мінекей түсі қандай әдемі болып шықты. Енді 30 минут қайнатамын. Енді дайын болуға 10 минут қалған кезде уксусымды құямын. Қақпақтарымды да қайнатып жатырмын. Банкілерімнің бәрін дайындап алдым. Уксусымды құйғаннан кейін қақпағын жауып, 10 минут қайнатып аламын. Банкілерімді алдын ала барлығын жуып тазалап алдым. Қақпақтарымды қайнатып алдым. Банкілеріңізді қайнатсаңыздар болады, булап алсаңыздар. Мінекей пиццаға арналған соус дайын болды. Ыстықтай, осылай алдын ала дайындалған банкілерімізге ыстықтай құямын. Барлық банкілерімді ыстықтай толтырып аламын. Соустың иісі дегеніңіз өте керемет. Жақсылап толтырып алдым. Міне барлық банкілерімнің бәрін жауып алдым. Өте керемет болды. Қақпақтарын жақсылап жаптым. Міне осындай керемет, дәмі де өте дәмді, түсі де өте керемет болып шықты. Иісі өте керемет, хош иісті, дәмді болып шықты. Менің осы рецебім бойынша жасап көріңіздер. Қысты күні таптырмайтын соус, пиццаға арналған. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, лайк қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.